Бүгін сіздермен сұлы қауыздарынан жасалған печенье дайындаймыз. Ол үшін біз бірінші сары майымызға қант салып, жақсылап миксермен араластырып, үстіне 2 жұмыртқа жарып, жақсылап араластырамыз тағы да. Жақсы араласқаннан кейін үстіне ұн және қопсытқыш салып, бір қалыпты масса болғанға дейін араластырамыз. Үстіне сұлы қауыздарын салып, жақсылап араластырып, қолымызбен видеода көрсетілгендей етіп домалақтар жасаймыз. Пешімізге 170 градуста 20 минутқа пісіреміз, ас болсын.